Жалпы намаз адамды не үшін тастап кетеді? Осы сұрақ көп келіп жатыр. Біріншіден, сіз намазды қаза қылып жинап бастайсыз. Жұмыста жүрген кезде маған сұрақтар келеді. Мен мынандай жерде жұмыс істеймін, кешке намазымды жинап оқысам бола ма деген сұрақтар келеді. Немесе таң намазы ұйықтап қалдым, қаза болып қалды деген сұрақтар. Вақтылы жұмыста істеймін, 15 күн намазымды жинап оқысам бола ма? Міне, иман осы жерден әлсірейді. Ауызбірлік шайтан сізге осы арқылы намазыңызды Құдай алып кетеді, түсіндіңіз бе? Намаз оқымау үшін ауызбірлік шайтан барлық нәрсені істейді. Және қазір бір қыз маған жазып отыр. Мен таң намазда қорқамын, тұрған кезде тықыр-сықырдан оянып кетемін. Тықыр-сықырдан ауызбірлік шайтан деп азанда таң намазын оқуға қорқамын дейді. Сондықтан осындай жаңағы ойлар болып жүрсе сіздерде, аятул курсиді көбірек оқыңыздар. Азанда 3 рет, кешке 3 рет оқыңыздар. Және де намаз оқитынның алдында аятул курси оқыңыздар міндетті түрде. Себебі аятул курси оқыған кезінде Аллах Тағала періште жібереді, білесіздер, қорғайды ол. Түнде оқып жатсаңыз, азанға дейін ұйқыңызды, түсіңізді қорғап тұрады періште. Азында оқысаңыз, кешке дейін қорғап тұрады періште. Сондықтан иманды күшейту үшін тағы да көбірек уақыт тыңдаңыздар, истиғфар салауатты үзбеңіздер. Содан кейін суға дем салып ішіңіздер, менеджермен жастаңыздар, сіздерге видео жіберіледі. Бала шағаңызға, өзіңізге және үйге аятул курсиді көп оқыңыздар, өздеріңізге дем салыңыздар. Енді сұрақ: намаз адам не үшін тастап кетеді? Себебі намаздың ішіндегі әрбір сүрелердің мағынасын ғана, Фатиха сүресінің Иқлас, Каусар, Ат-Тахият, Аллахума салли, Аллахума барик, Роббана атина дұғасы, Субханака дұғасы, осының барлығының мағынасын, қазақша мағынасын 50 реттен оқып шығыңыз. Сонда миыңызда қалады. Намаздың ішіндегі сүрелердің мағынасын білмегеннен кейін сіз не оқып жатқанын білмейсіз, бір күн намаз сізді тастап кетеді. Қарапайым истиғфар, салауат, зікірдің мағынасын білмейміз. Субханалланың мағынасы не? Аллах Тағала бүкіл кемшіліктен пак. Аллаху акбардың мағынасы не? Аллаху акбар. Альхамдулиллахның мағынасы не? Аллаға шүкір деген мағынаны білдіреді. Фатиханың мағынасы не? Қысқаша айтқанда, біз Алладан жәрдем тілейміз, тура жол сұраймыз. Қиямет күнінің иесі Алла деп айтамыз. Иқластың мағынасы Аллах Тағала жалғыз, өлмеген де, өлмейді да деген мағынаны білдіреді. Туылмаған да, мәңгі тірі деген мағынаны білдіреді. Сондықтан осының барлығына мән беріп, қазақша мағынасын 50 реттен оқып, соны біріктіріп оқыңыз. Сонда намаз иншалла сізде тастамайды, сіз лайық боласыз намазға.